сәлем қыздар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк және комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерде өзімнің каналымда кабачкидан қалай құймақтар жасау керектігін бөліскім келеді. Ол үшін бізге керек заттар 2 штук кабачки, ұн, чеснок және жұмыртқа қажет керек болады. Кабачкиді осылай ең алдымен теркадан өткізіп аламыз және де мөлшерлеп тұз салып, барлығын жақсылап араластырып, бетін жауып, кішкене бір 10-15 минутқа қойып қоямыз. Келесі кезекте қыздар біз салмасын дайындап аламыз. Ол үшін бізге петрушка және чеснок қажет болады. Барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін жұмыртқамызды дайындап аламыз. 3 жұмыртқаны осылай жақсылап біркелкі қылып араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін жәнегі чесногымыз бен петрушкамызды осы жұмыртқамызға салып, барлығын бірге жақсылап араластырамыз. Кабачкидан бөлінген судың мөлшерін алып тастауымыз керек. Яғни біз осылай видеодағыдай жасасаңыздар болады. Кабачкидің суын мен бөліп алып тастадым. Кабачкиді жеке ыдысқа салып, оған жаңағы жұмыртқамызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, және де өзімізге қажет мөлшерде бұрыш салсаңыздар болады, және тұздың дәмін көріңіздер. Егер тұз аз болып жатса, тұз салсаңыздар да болады. Барлығын жақсылап видеодағыдай араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін оған ұн саламыз. Ұнның барлығын жақсылап араластырып, яғни құймағымызды дайындап аламыз.